железодефицитный анемия қазір 100% барлығында бар, 100%. Енді тырнақтан байқайды, басқа дейді, маған әйтеуір тырнағыма қарағандар дейді, мә железің күшті екен дейді. Оны қайтып біледі, білесіздер ма? Мынандай ақтан біледі екен. Иә? Біреулер ақ кішкентай жоқ болады біреулер. Или кейбір анемия болады, осылай олардың прям выражено былай бізде жоқ. Олар бит болады, болмаса барабанная палочка болады вообще. Пальчиктерде. Мысалы кардиологтар сразу тырнаққа қарайды. Неге? Өйткені тырнақтан бірден көріледі. Железо дефициті немесе парогы барларын басқа. Или бар болғанды білемін. Сізде бар ма? Жоқ. Жоқ болса онда ферритин төмен деген сөз. Железо төмен. Темір төмен. Темір тапшылық анемия деген. Өйткені темір жетіспесе, жаңағы сіз айтқан оттегі бармайды баратын жерге. Сіз демалып жатсыз, бірақ кислородный голодание болып жатыр ағзада. Неге? Өйткені темір гемоглобин оттегін тасымалдайды. Түсіндіңіз бе? Ол сіздің жетіспей жатыр деген сөз. Қанша тауға барыңыз, қанша далаға шығыңыз, қанша неғыңыз, сіздің ағзаңыз неғып жатыр, оттегін жеткізе алмай деген сөз. Ал оны қалыпқа келтіру үшін осындай железо ішкеніңіз күшті екен. Сосын еді трехвалентный. Үш валентті деген не ол? Ол зияны аз деген сөз ғой. Өйткені железо ол бір жаман жері ішті қатырып тастайды. Аузының бәрін қарайтады, уыт қылып жібереді. В общем, железоны жақтырмайды көп адамдар. Мынау трехвалентный, дәмі жағынан приятный, екіншіден ішті қатырмайды, үшіншіден ауызды да қатты қарайтып жібермейді. Иә, текпеннен кейін бір су ішіп жүріңіз деп айтады, болды. Зато бірден сіздің ферритиніңізді, железоңызды қалыпқа келтіріп көтеріп, адам уже энергичный болады, адам не болады. Өйткені бүкіл железо дефицитный анемиядан ауыр сырқаулардың бәрі пайда болады. Соның ішінде онкологиялық проблемалардың бәрі осы железо дефицитінде болады екен. Бала тамақ жемейді, ет жемейді, тек быстрый питанияға быстрый углевод құтып кетеді. Кәдімгі нормаль тамақ жемей қалатын балалардың барлығында да анемия бар. Анемиясы бар бала ет жемейді. Представляете? Бар ма сондай сіздерде? Менде де бір балам бар, который ет жемейді. Қазір ет жейді. Сөйтсем ферритин төмен түсіп кеткен. Көздің бәрі көп басқа болып, ет басқа.